Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Расскажите о своем проекте. Изначально мы представляем команду паркура. Общее движение, получается, это уличная гимнастика, трикинг, такие движения, гимнастика, опять же, художественная, вне зависимости от этого. Изначально, узнав об этом проекте, мы решили подать заявку и повезло, выиграли грант. А какие тренинги вы сейчас проходите? На данный момент мы проходим тренинги, так скажем, у нас есть примеры, допустим, это таблицы, какие-то упражнения, которые дают нам развитие, то есть, получается, понимание того, чтобы какие-то цепочки, которые у нас были разбросаны, вместе, так скажем, скрепились. А какие вам советы дают ваши менторы? Веру, устойчивость, так скажем, сплоченность. Ну, в принципе, это самое такое основное. А так это уже все зависит от людей, от команды. Осында бізге деген осы 4 күн аясында қазір тренинг өтуде. Болашақта қандай кедергілерге төтеп беру жөніндегі сондай тренингтер, семинарда өтуде. Бүгін 2-ші күн, әлі алда 2-ші күн бар. Содан өзіміздің берісі проектімізді ары жалғастырып қолдап кетеміз деп ойлаймыз. Сіз? Қайырлы күн, мен есімім Айым. Жас Project әлеуметтік бастамасының жобасының қатысушысы болып табыламын Орал қаласы бойынша. Жалпы бізде оқу бағдарламасы 4 күнге есептелген. Бүгін енді 2-ші күн. 2-ші күнге қарамастан біздің энергиямыз, біздің біліміміз, біздің бизнеске деген әлеуметтік жаңағы төмен отбасыларды немесе төмен қамтылған адамдарды көмектесуге деген мотивациямыз Аллаға шүкір өте жақсы. Тренинг, семинарлар былай айтқанда 100%-ға өтуде. Оның бірден-бір себебі біздің менторымыз, оның бірден-бір себебі ұйымдастырушылар, жас проектке деген ынта, жігердің барлығы осы 4 күн аясында өте жақсы қамтылуда деп ойлаймын. Осы семинар тренингтен кейін барлығы 6 ай көлемінде және тек қана 6 айға емес, алдағы 10 жылға дейін жоспар құрып тастайды деген үлкен ойым бар, себебі бізге сенімділік дарытуда. Жастарға деген өз-өзіне сенімділік, бизнеске деген шорқақтығымыздың барлығын, осы жерден барлығын тас түйінін қадап, бізге барлығын үйретуде. Барлық жағдай жасалуда. Біз таңертеңнен кешке дейін осында ғимаратта немесе ғимараттан тыс жерде таза ауада табиғатпен алмасып болсын, біз энергия алмасып жатырмыз. Өте керемет жастар бір-бірімен танысуда. Оралдың шет-шетінен әртүрлі бизнесмендермен болсын, әртүрлі қоғам қайраткерлері болсын, барлығы бір жүйеде, бір тұтас, бір отбасы болып қамтылуда. Сол үшін үлкен алғысымды білдіремін. Бұйырса барлық жобаны іске асырамыз деген үлкен үміттемін. Рахмет. Қайырлы күн, өзіңді таныстырып өтсең. Менің есімім Ақаева Айсәуле болады. Біз осы жас проект жобасынан 1 миллион теңге көлемінде грант ұтып алдық. Өте қуаныштымыз, осындай жоба ұйымдастырып жатқан және де жастар жылында бұл өте жастарға үлкен көмек деп ойлаймын. Жалпы өте көптеген осы тренингтерде пайдалы кеңестер айтып жатыр, яғни бизнесті бастаудан, яғни оны аяғына жүргізуден, сонымен қатар осы бизнесті жүргізу барысында кездесетін кедергілерден қалай өтуге болады, соның барлығын өте жақсы тренингте түсіндіріп жатыр, өте қызықты әрі пайдалы болып жатыр. Осы жас проект жобасы бойынша грант болды. Біздің жобамыз мини-клининг компания Absolute деп аталады. Жалпы тазалық жағына бағытталған. Менторлар өте көп кеңес беруде, жалпы бизнесті қалай бастаудан бастап, оны жүргізу, бизнесті жүргізу, клиенттермен қарым-қатынас, жалпы көптеген пайдалы ақпараттарды бізге менторлар беріп жатыр. Біздің жобам аты Қазақ Стайл Барбершоп. Біздің жобаның ерекшелігі көп бала аналарға және де жағдайы төмен отбасыларға тегін 6 ай мерзімінде көмек көрсету. 6 ай мерзім біткеннен кейін өз жобамызды жалғастырып кету мақсатымыз. Осы 2 күн бойында сіздер не ала алдыңыздар? 2 күн бойында адамдармен қалай сөйлесу керек екен, қай жерде не іспен бастау керек екен, жобаны еркін халыққа таныстырып, бақыттап шақыру мақсатында үйретіп отыр.